Бүгін біз осындай өзбекше емес, қазақша тамаша палау жасайтын боламыз. Алдыменен бірінші пиязымызды майдалап тұрап, қызып тұрған майға салып жіберсеңіздер, майымыз өте қып-қызыл сап-сары болып қуырылып шығады. Оның үстіне қойдың етін саламыз да, тағы да осылай араластырып жібереміз. Міне көріп тұрсыздар ма? Иісі деген өте қандай керемет. Сіздерге бұның иісін айтып жеткізе алмаймын, себебі сіздер экранның ар жағында отырсыздар. Істеп жатқан менің мұрнымның иісін жарып бара жатыр. Міне одан кейін ұзынша қылып тураған сәбізімізді үстіне саламыз да, дәміне қарай тұзын салып, тағы да бір рет араластырып жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай, үстіне 2 кесе суымызды, тағы да 1 кесе суымызды құйып, оны суымызға көміп қоямыз. Міне осылай суымыз қайнайды, күрішімізді саламыз, дәмді палау